Бүгінгі видеода Қазақстанның ең танымал ютуберлердің бірі Али KZ бен Нони KZ жарысады. Кім бай, кім мықты, кімнің фанаты көп, бүгін соны анықтаймыз. Бірақ бастамас бұрын, егер сендерге Али KZ ұнаса, қазір арнаға жазылып лайк басыңдар. Ал Нони KZ фанаты болсаңдар, лайк басып арнаға тіркеліп, міндетті түрде комментарий қалдыр. Кәне, комментарийде кімнің фанаттары көп екен көрейік. Танымалдылық. Алдымен каналдарына қараймыз. Али KZ'те 3 канал бар. Бірінші арнасында 3 миллион жазылушы, екінші арнасында 1,5 миллион, үшінші каналында 800 мың подписчик екен. Бұл өте күшті результат. Ал енді Нони KZ'ке қарайық. Бірінші арнасында 1,23 миллион жазылушы, екінші арнасында 285 мың адам бар. Жалпы сандарға қарасақ, бұл раундта Али KZ қатты басып түсіп тұр. Сондықтан бірінші бай Али KZ'ке кетеді. Келесі раундта біз олардың просмотрын, ақшасын, машиналарын, үйлерін және ең қызығы кімнің фанаттары мықты екенін салыстырамыз. Екінші сайыс қаралым саны. Ал енді достар, қаралымға қараймыз. Али KZ Нони KZ'те видеоларында шамамен 200 мың просмотр жинайды. Бірақ бір айырмашылық бар. Нони KZ видеолары просмотры өте тез жинайды. Видео шыққаннан кейін-ақ тез трендке кіріп кетеді. Ал Али KZ просмотр жақсы болғанымен, жылдамдық жағынан Нони басымырақ. Сондықтан бұл раундта ұпай Нони KZ'ке. Енді келесі сайыста олардың байлығын, ең қымбат заттары, машиналары және кім көбірек ақша табатын салыстырамыз. Бұл оның аудиториясын ұстап тұруға көмектеседі. Ал Нони болса Robloxпен шектелмейді. Кейде реакция, өмірден контент, басқа ойындарда қосып отырады. Бұл арнаны тек бір жанрда қалдырмай, креативті деңгейде ұстап тұрады. Топтар мен бірлескен стиль. Қазақ YouTube әлемінде түрлі топтар пайда болған кезеңдер болды. Соның ішінде Q-Style Али KZ'тің командасы болды. Бір кездер қазақ тіліндегі ойын, өмірлік влог, әзіл-қалжың бағытындағы топ ретінде белгілі болды. Ал енді Нони KZ'те де өзінің командасы бар. Алтыбақан. Бұл топ көбіне жастарға арналған ойын-сауық, челлендж, әзіл форматындағы видеолармен танылды. Қазірдің өзінде Алтыбақан командасы бар. Осы топтардың пайда болуы көрерменге бірге түсіретін ютуберлер деген мәдениетті қалыптастырды. Бұл құбылыс қазақ аудиториясына командалық стильді үйретті. Екеуі де Roblox ойын негізге алады. Қазақ тілінде контент жасайды. Балалар мен жасөспірім аудиториясын қамтиды. Тұрақты түрде видео шығарады. Өзіндік фан база жинаған. Сондықтан оларды бір-бірімен жарыстыру емес, бір бағытты дамытып жүрген екі тұлға ретінде қараған дұрыс. Нонидің ерекшелігі. Оның контент динамикалық, көңілді, өмірге жақын стилі жасалады. Видео уақыты орташа, көбірек эмоция, реакция, әзіл бар. Robloxпен қатар басқа ойындар, реакциялар мен челленджерде кездеседі. Аудиториясы әр жас санатына бейімделген. Алидің ерекшелігі. Ұзақ әрі толық сюжетпен жүретін Roblox видеолар түсіреді. Монтаж тереңірек, карта, миссия, ситуация негізінен құрылды. Бір ойынды бірнеше серия етіп жалғастыра береді. Балалар мен ойын фанаттарына арналған тұрақты формат ұстайды. Нони да, Али KZ та Roblox арқылы қазақ аудиториясына сапалы ойын контентін жеткізуші авторлар. Біреуі эмоция, екіншісі сюжет арқылы қызықтырады. Екеуінің аудиториясы да үлкен және бір-біріне керек емес. Әрқайсысы өз бағытын дамытып жатыр. Мақсат қайсы мықты деп бөлу емес, қазақша ойын контентін қалай өсіп жатқанын көру. Roblox'та қазақша сөйлеткен екі жобаның да орны ерекше. Достар, егер видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.